Саба шерифіңіз хайырлы олсын. Декабрьның 29-ы Қарамышқалының 1401 күні студияда Мавиле Мұхтарова çalışам. Ишғалжелер асан чапуқны сезодан хастаханеге алып кетті, ләкин Ахметші текемлері әрекет етіп оламаған Қырым татары сағылам деп айта екен. Асан чапуқ ноябрьның соңында 3 дегер Қырым татарымен берабер яқаланғанады. Оларны түрк ватандашындан пара талап етуде қабатлайлар. Яқала вақтында Қырым татар милли әрекетінің ветераны Веджие Кашка ярамайып вефат етті. Сезода Асан Чапуқ ми қанамасыны кечірді. Адвокатының білдіргеніне көре, оның сол тарафы çalışмай. Янукович Русияның Қырымға истелі әйтежегіні 2013 сенесі декабрь айында енді білейді. Бұны Арбидеңіз Құветлері штабының елбасшы Муавин Анатолий Бургомистренко білдірді. О, Киевнің Абалунь махкемесінде сабық президент Виктор Януковичдің девлет хайынлығы давасында шатлық етті. Бургомистренко Кремль 2014 сенесі январь айында майдандағы қанла деселерден evvel ярымадағы арбейлеріні yolламаға башлағаныды деп білдірді. Янукович мартның бірінде Путинден ярдым істеп мектуп yazғаныды. Русиялелер ісе Гемі ве Қырымдағы арбей бөліклеріні о вақытында запт етейді. Я вважаю, що дана ситуація готувалася, я ще раз повторю. У нас є інформація, що вона готувалася з початку 8-го року, вірніше, з середини 8-го року, після серпня місяця, коли була здійснена агресія проти Грузії. Ким готувалася? Російську Федерацію. Російська Федерація проаналізувала всі плюси і мінуси, які були досягнуті чи не досягнуті в операції території Грузії і, відповідно, скоригувала свої дії на території Криму. Қырымға көрсетілмеген такси айдавчылары ярымадаға кіріп болды. Бұл мәліметті аскер жемат тешкелаты таздықлады. Декабрьның 27-сінде ишғал етілген Қырымның мемори сыңырындан yolcularını ташыған аман-аман 30 такси айдавчысы ярымадаға кірішлері ясақланғанына дайыр висек алды. Такси айдавчылары бойлы проблемлерге ilk сефер раст келмей, Қырым ишғал етілген соң, олар ярымадаға кірмей ясақларını алғаныды. Сегодня я общался с людьми, которым вчера была выписана такая бумажка о запрете въезда. Сегодня поменялась смена на оккупированной территории смена пограничников, и люди, таксисты, которые вчера не могли проехать, сегодня спокойно проехали туда и обратно. Им никаких претензий не было предъявлено. Русия көтлеве хабер васталары Украина вейшғал етілген Қырымның мемори сыңырында көтлеве яқалавлар ақында ялан хаберлер тарқата. Бойлы етіп, Русия Украинаның биометрик контроль керчеклештірме қарарына жевап берді. Бұны Украина Девлет сыңыр қызметінің спейкері Олег Слободян тариф етті. Күні велсі Украина, Русия, ато аланындағы сыңыр чызғысы вейшғал етілген Қырымның мемори сыңырында биометрик контрольны тест режимінде башлатты. Яңа елдан башлап, о толысынен çalışacaktır. Rusiyeliler ve da 70 memleketінің vatandaşları Украинаға кіргенде пармақ ізлеріні бережек. Қырым марафоны девам ете, кечкен афта Қырым бірдемлігі жемат бірлешмесінің фааллері октябрьның 14-інде бір кішілік наразылықларға чыққан Қырым татарларға берілген жүремелеріні өдемек үшін пара топламаға башлады. 10 рублелік капеклер топланacak ve mahkemelerге алып кетірілежектір. Ve bugün pek çok yazarlar Facebook sayfalarına ya da telefon açıp ya da poçta arkalı yazarlar, soraylar nasıl mülkün koşulmağa ve yollamağa paralarına. Allah razı olsun hepsinden. Gerçekten de Belarus'tan da Ukrayna'dan da pek çok ve Avrupa hem de Türkiye insanları kol tuttular. Rusya'nın materik tarafından da kol tutkan, yardım göstergen pek çok insanların görüyoruz.
Декабрь айында işgalciler 75 Қырым татарына 10.000-ден 15.000 рублиге қадар пара жазаларыны берді. Да 5 кішінің махкемесі январь айында олажақтыр. Бұл инсанлар октябрьнің 14-інде Қырым yollarına Қырым татарлар террорист дегіл езулы шарларынан шыққаныда. Шымдылық бұл соңғы хабарымызды эфирна саба яйыны девам ете. Атайрелі олыңыз.